Қайырлы күн, достар. Мынау біздің Махамбет ауданының жайығымыз. Кеше біздер қаладан келгеннен кейін, осы көптен осы жайықтың басына келмегеннен кейін күнделікті су көтеріліп жатыр деп естиміз. Өзіміздің көзімізбен көрейікші деп осылай келген болатынбыз. Жайық дейтін енді біршама көтерілуде. Мына жерде дейтін тони қапшықтардан өтіп бері қарай мына солдаттардың, халықтың соққан топырақтарынан соларға жайлап жақындап келе жатыр. Өте қорқынышты жағдай. Енді дейтін Алла баршамызға сабыр берсін. Алладан келген сынақ десе де қамдану керек. Кішкене алдын ала кішкене керекті заттарымызды биікке қойып деген сияқты, балалардың киімдері, көрпе төсек деген сияқты соларды кішкене жоғарыға биіктетіп қойдық жалпы. Бірақ енді судың көлемі жағдайы осындай. Мына жағадан шығып балға соғып тұр. Енді не болса да көреміз, халықпен бірдей боламыз. Қандай жағдайда да Алладан келген сынаққа көнбеске амал жоқ. Алла баршамызға сабыр берсін. Елімізді айтып айтпай келетін ажал апаттардан, топан судан Алла баршамызды сақтап қойсын. Амин деп қойыңыздар. Баршаңызда дұғада болыңыздар.